Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге ерекше әдіспен қазыны шекке емес осындай баклажкаға тығу жолын көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болады. Дәл осы әдіспен сіз де жасап көріңіз. Бізге керекті заттар қара бұрыш, тұз, бірнеше дана сарымсақ және де жылқының еті. Майлы жерінен болса тіптен керемет болып шығады. Және осы заттарды салу үшін бізге пластикалық осындай баклажка қажет болады. Ең алдымен етімізді ұзыншалап, баклажканың аузына сиятындай көлемде кесіп алатын боламыз. Қатты тым үлкен етіп кесіп жібермеңіздер, өйткені бізде баклажкаға салу кезінде кішкене қиындықтар тууы мүмкін. Етімізді турап дайындап алғаннан кейін үстінен ұсақтап туралған сарымсағымызды, дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды салатын боламыз. Кейін қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Біздің дәмдеуіштеріміз етіміздің барлық жеріне толықтай тиюі керек. Мінекей біз араластырып болдық. Енді етімізді жақсылап жуып, тазалап алған баклажкамызға салып бастаймыз. Мен арнайы осы KFC-дің баклажкасын пайдаланамын, себебі оның аузы басқа баклажкалармен салыстырғанда кішкене үлкендеу болады. Етті салғанға да ыңғайлы болып келеді. Бисмилля деп етімізді баклажкамызға салып бастайтын боламыз. Етті мейлінше жіңішкелеу етіп турасаңыздар, баклажкаға салу аса қатты қиындық тудырмайды. Мен сияқты арасында осылай кішкене үлкендеу етіп турап қойған болсаңыздар, осындай сушидің таяғымен баклажкаға салып жіберуге болады. Сушидің таяғы болмаса, ұзын қасықтың сабын болсын, басқа да ұзын таяқшаларды немесе темірлерді пайдалансаңыздар болады. Бұл таяқша сізге тек қана етті салуға емес, етті осылай арасында нығыздап тұруға қажет болады. Барлығын дерлік баклажкамызға салып аламыз. Арасында жаңа айтып өткендей нығыздауды ұмытпаңыздар. Бірақ қатты нығыздап қажет емес, кішкене нығыздасаңыздар жеткілікті. Баклажкамызды етпен толтырып болғаннан кейін қақпағын нығыздап жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Салқын жерде бірнеше айға дейін сақтасаңыздар болады. Бұл етіміз неғұрлым көп тұрған сайын дәмі де дәл қазыныкі сияқты керемет болып шығатын болады. Ал қалған етті мен дәл осындай пепсидің баклажкасына салғалы жатырмын. Менде ет кішкене жуандау болғандықтан пепсидің баклажкасының аузына лайықтап, жіңішкелеп кесіп алатын боламын. Және де еш қиындықсыз дәл жаңағыдай еттің барлығын баклажканың ішіне салып шығатын боламыз. Етімізді толықтай салып болғаннан кейін бұл баклажкамыздың да қақпағын жауып, салқын жерге қалдыратын боламыз. Қыздар, менде байқасаңыздар, екінші баклажка мүлде толмай қалды, бірақ дәл осылай жасап пісірсеңіздер де болады. Баклажканың толуы міндетті емес. Қараңыздаршы, қазыларымыз өте әдемі болып шықты. Жаңа айтып өткенімдей, қазыларды міндетті түрде салқын жерде сақтауларыңыз қажет. Салқын жерде тұрса бірнеше айға дейін сақтасаңыздар болады. Бірақ пісірмес алдын міндетті түрде бір апта көлемінде дәл осы қалыпта тұру керек. Сонда дәмі өте әдемі болып шығады. Қыздар, мен жаңа жасаған қазыларды тоңазытқышқа салып қойдым. Ал бұл қазыны мен бірнеше апта алдын жасап дайындап қойған болатынмын. Дәл қазір видеода сіздерге осы қазыны пісіру жолын көрсетіп өтетін боламын. Ең алдымен баклажкамыз сиятындай көлемдегі үлкендеу ыдысымызды алып, ішіне жарты етіп су құйып алатын боламыз. Судың тез қайнауы үшін мен ыстық су құйып жатырмын. Салқын сумен жасасаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Баклажканы суға салмас алдын қақпағын нығыздап жабуды ұмытпаңыздар. Және де баклажканы суға салған кезде біздің баклажкамыз суға толықтай батуы керек. Себебі бізде қазы бірнеше сағат қайнайтын болғандықтан су аз болатын болса, ол тартылғаннан кейін мүлде азайып кетеді. Сонда біздің етіміз дұрыс піспей қалады. Сондықтан суды мейлінше көбірек қойғандарыңыз жақсы. Енді кастрюлямызды отқа қоямыз, жоғары отта қайнағанша бетін жауып ұстаймыз. Ешқандай тұз, бұрыш, ештеңе де салмаймыз суға. Мінекей қыздар, біздің суымыз қайнап бастады. Байқаған болсаңыздар, біздің баклажкамыз уже жиырылып бастап жатыр.
ол жиырылу арқылы ішіндегі еттер бір-біріне нығыздалып, қарапайым қазға кішкене ұқсастау болып шығады. Енді бұны қанша уақыт қайнату керек деген сұрақ болуы мүмкін. Ол сіздің етіңіздің жас малдың немесе кәрі малдың еті болғанына байланысты. Қарапайым ет сияқты кішкене кәрілеу болса ұзақтау қайнатасыздар, жас болса аздау қайнатасыздар. Менде жас малдың еті болғандықтан 2-2,5 сағат шамасында қайнатамын. Егер де сіздерде кішкене кәрілеу малдың еті болатын болса, оны 3-4 сағат көлемінде осылай қарапайым ғана суда қайнатып алатын боласыздар. Және де арасында кішкене баклажканы аударып тұруды ұмытпаңыздар. Қыздар, толықтай қайнап шыққаннан кейін оттың астын кішкене баяулатамыз, орташа отта қайнататын боламыз. Қатты қайнатып, суы тез тартылып кетуі қажет емес. Бізде байқасаңыздар, баклажканың аузынан кішкене ғана ауа жіберіп тұр. Біз қатты қысып жапсақ та, соның ішінен суығы бөлініп, кішкене судың түсін өзгерткен. Мінекей мына жерде қарасаңыздар, баклажкадан кішкене ауа шығып тұр. Бірақ бұл ешқандай да қорқынышты жағдай емес. Дәл осылай орташа отта бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің қазымыз пісіп қалды. Шамамен менде 2 сағаттан асық қайнады, бірақ 2,5 сағаттай болған жоқ. 2 сағат 15 минуттай шамасында қайнады. Енді біз қазымызды тәрелкемізге суымыздан алып алатын боламыз. Менде кішкене ыстықтау, қараңыздар, байқасаңыздар, баклажканың ішінде соғы жүр. Бұл еттің өзінің соғы. Бұл баклажкада қазына пісірген кезде ет өзінің соғына піседі де дәмі өте керемет болады. Қазымызды баклажкадан босатып алатын боламыз. Мен пышақты қайшыны қолданып жүріп, әрең аштым десем де болады. Кішкене ыстықтау болып тұр оның үстіне баклажка. Бірақ сіздер толықтай суытып барып ашсаңыздар да болады. Өз еріктеріңізде осылай алғашқы кезде жоғарғы бөлігін ашып алып, соғын міндетті түрде құйып алыңыздар. Соғының өзінің дәмі, иісі өте керемет қыздар. Дәл осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді етіміздің өзін түсіріп алайық. Маған баклажка кішкене ыстықтау болғандықтан түсіру, кесу кішкене қиындау болды. Жаңа айтып өткендей, суытып алып жасасаңыздар болады. Бірақ та дәл осы қазыны ыстықтай жегенге жетері жоқ. Бұл қазыны жемепсіздер, бұл дүниеге келмепсіздер дегендей бір айтылатын сөз бар еді ғой. Дәл сол сияқты дәмі өте керемет болып шығады. Қараңыздар, сіздерге қалай піскенін көрсетіп жіберейін. Өте жұмсақ болып, керемет болып піскен. Дәмі де өте әдемі. Иісі де бүкіл үйді алып кетті. Барлық ет біркелкі өте керемет болып пісіп шыққан. Қыздар, міндетті түрде дәл осылай қазыны шеккемес баклажкаға бір рет болсын тығып жасап көріңіздер. Сіздерге бұл әдіс ұнайды деген ойдамын. Бұл қазыны жегеннен кейін қарапайым шекке тығылған қазыны жегіңіз де келмей қалады былай қарағанда. Дәмі прям керемет болып шығады. Маған сеніп жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.